Бүгін ата-енем Сәтбаевқа кетіп қалды. Сөйтіп, мен складқа кеткенде Ерекең 3 балаға өзі қараған ғой. Тамақ жасауға да уақыт болмай. Ауызды сырттан аштық. Келген соң ол кісі шаршап қалып түсті енді. Хотя ол жерде менің жұмысым көп емес қой, сонда да. Красота. Ар жүр, бер жүр. Біресе ана киім киіп келді. Сен ерте тұрып қалған жоқсың ба? Жата тұрмадың ба? Бір сасық сол. Дün bana turbalan mı yırtıdı? Папа не істеп жүр дейсің, мама? Papam var bay. Жаңа бір ет туралы әңгіме айтқан, сосын жоқ болып кеткен бүйтеді. Ана неге барып, туалетке барып, екі қапқа айтсақ қойдым дейді. Екі қапқа айтсақ қойдым? Не істейсің десем айтады. Ананың бәрі қайтадан тілгізіп әкелем дейді, ана бөліп жарып сүйектер. Ермегі ет, қопардатады, салып жатады. Гастроласы симай қалып жатыр. Болмау ғой мысалы. Күннен сол жақта жүресе, етті не істесе, ет бір қарап, көбейетін сияқты бар ғой. Умножается, да? Шығар. Біз ашқанға да жақсы, сорпа шыққанға да жақсы бар. Ана бір оны әкелесіз, бүкіл кастролды да симайды екен. Симай қалады ғой. O da dұрыс. Сеніп көйіп кеткен жоқ па екен? Көйіп кеткен жоқ па екен? Көйіп кеткен жоқ па екен аяқ астынан? Ойлаған жеңгеден ұрдақ кетемеді дейді, орында тұр екен. Үй күшіге сал. Ұрлық ұзақтан түспейді деп па? Ұзақтан келмейді. Мен залда тұр екен деп ойладым. Сөйтсем соның арасынша сыртқа барып, соны салғынға айлап, қайтып келген ғой. Қапқа салып келген дегенде аңтарып қалдым ғой. Үй күшіге. Астанада жоқ бассейнді Тараздан тауып алғансың ғой. Далада орналасқан ыстық бассейн күштік. Ал тойды да тойладық. Демалып да алдық. Енді осы тойғанымызбен бала бала шағамызға қайтайық ағайын. Бетте 1 грамм косметика жоқ. Уходтың арқасы 5 тонна косметикадан кейін кремді жағып алдым. И вуаля. Таңертең аппақ болып оянасың осылай. Кеттік. Жуып алдық. Чемоданымызды жинап жатырмыз енді.